Құрметті менің қадірменді көрермендерім, мен сіздерге керемет тоқтама дайындау әдісін үйрететін боламын. Ол үшін алдымен туралған етімізді, тауық етін осылай бұқтырып, сосын соған перец бар, чеснок, сәбіз бар туралған. Жалпы барлық дәмдеуіштер бар. Бір шеміш май құйып, тауық етін үлкендеу қылып кескіледім. Және қадірменді менің көрермендерім, мені қолдап, қадірменді менің достарым, тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кеттіңіздер, рахмет. Келесі қосатын көкөніс жанындегі нелері, аскөктеріміз, көкөністеріміз, капуста, белый качан, кәдімгі. Және мынау кішкентай ғана лавр жапырағы. Осыны және редка бар ғой, жасыл редка салатқа туралатын, соны қостым, дәмін келтіру үшін, және қызылша, қант қызылшасын қостым. Міне қараңыздар, ауылдан алып келген әпкемізге, нағашы әпке Халипа әпшеге рахмет, және енемізге, енешкама рахмет. Міне осындай әдемі картоп. Осы картопты құрт сияқты осы күйінше салатын боламын. Және мұнда кептірілген укроп бар, аскөк. Осыны салатын боламын ең соңында. Дәмдеуші, помидор, перецтері бәрі езіліп, сәбізі де бәрі пісіп. Редкамды салам. Сосын дәм беретін лавр жапырағын салам. Сосын осылай қант қызылшасын салатын болам. Қант қызылшасынан соң деп картопымды осылай салатын боламын. Дәл осылай домалақ күйінде. Картоптар өте құрт сияқты домалақ, ұсақ картоптар, тез пісетін әрі. Және етіне осылай белый качан, капустамды салатын болам. Осылай салатын болам. Сосын көгімді қойып қоямыз. Міне, астын орташа отта бұқтырып қоятын боламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Міне менің қадірменді көрермендерім, сіздерге айта кетейін, әркім өз қалауынша салатын болады. Кюрдік бар ғой, кюрдік қойдың құйрығы. Яғни, оны осылай арасына салып қоясыздар. Салсаңыз да болады, салмасаңыз да болады. Негізінен дәмі керемет деп шығару үшін осылай салып жатырмын. Және тоңазытқышта мұзда қатырылған, сыртын жуып алдым. Осылай тәтті бұрышымызды қойып қоямыз. Бұл да ерекше дәм беріп тұрады. Ал орташа отта бұқтырып қоямыз. Ас дәмді болсын. Менің қадірменді көрермендерім тәтті себелеп. Мен негізі ұмытып кеттім. Бисмилла деп. Жаңа тауық етін бұқтырып жатқан кезде сепкен болатын кішкене. Қазір де дәміне орай шамамен салып жатырмын. Және осы шашликке арналған өте керемет дәмдеуішті себелейтін боламыз. Дәмі керемет екен бұл. Күшті. Қадірменді менің оқырмандарым, көрермендер. Бисмилла деп көрейікші. Міне, домалақ картоптарымыз пісіпті. Құрт тәрізді картопымыз. Қадірменді менің көрермендерім, менің тауық етінен жасалған бұқтырмам дайын болды. Аскөкті салдым осылай. Ішінде бүткіл көкөністер бар. Өте дәмді. Овощтар салдым бүткілін. Міне осылай болды.